Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Бәкіржан Тоғжан. Денсаулық зор байлық демекші. Бүгін мен сіздерге адам сүйектері туралы қысқаша айтатын боламын. Қаңқа жүйесі туралы алғаш ойлағанда, сіз көптеген атаулары бар сүйектерді есте сақтау қажет деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда, Гиппократтың айтқанындай, адам өз денсаулығының қожайыны. Сондықтан, біз өз сүйектеріміз жайлы осындай қарапайым ақпаратты білуіміз қажет. Сондықтан, бүгін біз сүйектердің құрылысы, сүйектердің негізгі қызметтері және ең қарапайым сүйек аурулары жайлы айтатын боламыз. Егер адамда сүйектер болмаса не болар еді? Бұл сұраққа жауап беру үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Әзірге сіз сүйектер бізге тік тұруға және қозғалуға мүмкіндік береді деуіңіз мүмкін. Алайда менің қосарым бар. Сіз сүйектердің коллаген деп аталатын ақуыздан және минералдардан тұратын білетін шығарсыз. Бірақ көп адам түсінбейтін бір нәрсе. Сүйектер тірі тін болып табылады. Сүйекті шымыр қылған еңбек. Сүйектерде көптеген процестер жүреді. Қаңқа жүйесіне тоқталайық. Бұл жүйеге сүйектер және сонымен қатар дәнекер тіндер кіреді. Біріншісі бұл байламдар. Әдетте сүйектерді бір-біріне қосады. Екіншісі сіңірлер. Әдетте бұлшық етті сүйекке қосады. Ал үшіншісі бұл шеміршек. Қаңқа жүйесі сіздің денеңізді қолдау және ішкі мүшелерді қорғау сияқты маңызды рөл атқарады. Бірақ сіздің қаңқа жүйеңіз сонымен қатар маңызды минералдарды сақтауды қамтамасыз етеді. Қызыл және ақ қан жасушаларын өндіруге қатысады және әрине бұлшық еттердің көмегімен қозғалысты қамтамасыз етеді. Ересек адамның қаңқасында әдетте 206 сүйек бар. Бала кезінде бірнеше сүйек көбірек болады, бірақ олардың кейбіреулері есейгенде бірігіп кетеді. Адам қаңқасы екіге бөлінеді. Біріншісі бұл остьтік қаңқа. Адамның орталық осі деп ойлаңыз. Бас сүйек, құлақтағы сүйектер, жұтқыншақтағы сүйек, омыртқа бағанасы және кеуде қуысының сүйектерін қамтиды. Остьтік қаңқа сүйектеріне бұлшық еттер қосылып, бас пен мойынды қозғалтуға, сондай-ақ тыныс алуға мүмкіндік береді. Аппендикулярлық немесе қосымша қаңқа. Барлық қол сүйектері және олар қосылатын иық белдеуі, қолдар мен саусақтардың жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Ал енді сүйектердің ішкі құрылымына тоқталайық. Екі негізгі сүйек тіндері бар. Сыртқы қатты қабат, тығыз сүйек тіні, ал ішкі қабат кеуекті сүйек тіні. Онда сүйек кемігі бар. Кейбір сүйек кемігі сары түсті және ол майды сақтайды. Бұл ұзақ мерзімді энергия сақтау үшін маңызды. Ал қызыл сүйек кемігінде қан жасушалары түзіледі. Қызыл қан жасушалары газдарды тасымалдау үшін қажет. Ал ақ қан жасушалары денені қорғау үшін маңызды. Қызыл сүйек кемігі сонымен қатар тромбоциттерді, қан ұю үшін маңызды жасуша фрагменттері өндіреді. Сондықтан сүйектер қанмен жақсы қамтамасыз етілген. Бұл олардың тірі тін екенін көрсетеді. Сүйек ыдыраған кезде денеге қажетті минералдар бөлінеді. Сүйектерде жиналатын негізгі минерал кальций. Эндокриндік жүйеден бөлінетін арнайы гормондар сүйектегі кальцийдің босатылуы немесе жиналуы керектігін анықтай алады. Көптеген сынақтар 6-8 апта ішінде жазылады. Бірақ бұл мерзім әртүрлі факторларға және сынған сүйектің түріне байланысты ұзаруы мүмкін. Бұл суретте сіздер жабық, ашық, көлденең, қиғаш, спиральды, бөлшектенген және жасыл шыбық атты сүйектің сынуын көре аласыздар. Сколиоз немесе бұралған омыртқа. Сенің омыртқаң тік өсетін ағаш сияқты. Бірақ кейбір адамдарда ол қисайып, S әрпі сияқты болып кетеді. Сүйектеріміз әдетте баяу жаңарып өседі. Бірақ Пэджет ауруы кезінде сүйек жасушалары тым жылдам жұмыс істейді. Бұл сүйектерді әлсіретіп, қисайтуы немесе сынғыш етуі мүмкін. Көбінесе бұл ауру егде жастағы адамдарда кездеседі. Сүйектеріміз қатты болу керек, бірақ остеопороз кезінде олар әлсіреп, сынғыш болады. Бұл сынуға бейім бор сияқты.
Бұл көбінесе қарт адамдарда пайда болады. Буындар біздің қозғалуға көмектесетін топсарларымыз. Олар тіземізде, қолымызда, шынтағымызда бар. Бірақ артрит кезінде буындар ісініп, қатайып, ауырады. Егер адамда сүйектер болмаса не болар еді? Біз тік тұра алмайтын едік. Сүйектер біздің денемізге қаңқа сияқты тірек береді. Егер олар болмаса, біз тек жұмсақ тері мен бұлшық еттерден тұратын үйме секілді болып қозғала алмас едік. Екіншіден, жүре алмайтын едік. Біздің бас сүйегіміз миды қорғайды. Егер ол болмаса, ми өте осал болып, кез келген соққыдан зақым алуы мүмкін еді. Төртіншіден, жүрегіміз бен өкпеміз қысылады. Қабырғаларымыз болмаса, олар жүрек пен өкпені ұстап тұра алмайды. Бұл өте қауіпті болатын еді. Және бесіншіден, ең бастысы қан жасалмайтын еді. Сүйек кемігі қан жасайды. Егер сүйектеріміз болмаса, қан өндірілмес еді. Ауруын жасырған өледі демекші, біз өз денсаулығымызды күтіп, өзіміздің сүйектерімізге күтім жасау керекпіз. Бұл видео сізге қызықты болды деп ойлаймын, себебі біз бүгін сүйектің құрамын, құрылысы мен түрлері, ауруларын өттік. Бұл видеода пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.